안녕하세요, 잼블게로스. Бүгінгі сіздер көріп отырғандарыңыздай мен каналға қайтып келдім. Канал менің заброшенный болып кетті. Соңғы видео 3 ай бұрын салынған болды. Менде анбоксингтарда болады деген. Негізі май кезінде мен Кансың Юнның альбомын алған болатын. Соны мен түсіріп қойдым анбоксингқа. Бірақ оны мен жіберген жоқпын, себебі менде бәрі қабаттасып кетті бір уақытта. И канал заброшка болып қалды. Где-то 98 адам қалды топта. Білмеймін, олар қазір активны ма, активны емес па, бірақ мен жақында где-то 1-2 айдан кейін мен біраз аяққа тұрып алғаннан кейін каналға реклама жасайтын боламын, Google реклама. Соған кіріп мен енді оны тестировать ететін боламын, қаншалықты ол маған көмектесетінін. Соңғы видеоларым мен негізі фотошоптың фото жасап жүрдім, видеолар істеп жүрдім. Бірақ оны салмай жүрдім. Енді мен соны салатын уақытым келді деген сияқты. Мен сіздерге курс туралы айтайын. Мен 5 ай бойы қайда жоғалып кеттім. 5 ай бойы мен курстан өттім. Бұл қалай аталады? Бұл өзіңе өзің вложение жасайсың. Короче, бұрыннан бері мен армандап келе жатқаным ол сурет салып үйрену болатын. 1 жыл бұрын мен туған күніме графический планшет алып берген болатын. Графический планшет бізде тақтай сияқты несі бар. Кәдімгі кішкентай планшет, бірақ экраны тақтай. Бірақ сурет салғанда сіздер оны ноутбукқа қосып, ноутбуктың экранына қарап, сол графический планшетке саласыздар. Если білмейтін болсаңыздар, оны интернеттен көрсеңіздер болады. В общем, сол мен бостан-босқа менде жатыр деп ойладым. В общем, аяқ астынан февраль кезінде мен инстаграмды көріп отырдым да, стористен, и реклама көріп қалдым. Мектептің аты Андрюшок School, то есть менде инстаграмда кірсеңіздер бүкіл нелер бар. Марттан бастап қазіргі уақытқа дейін мен не салдым, қандай уроктар өттім, соның бәрін мен инстаграмға салып отырдым. Соны көрсеңіздер болады. Инстаграмда аты тура каналдың аты сияқты бірдей барлығы. Рози Граунд. В общем, өзім де оқи алмаймын оны. В общем, мен сол неден сурет салып үйрене бастадым. Бұл 10 мартта, негізі 1 марттан басталған болатын бұл уроктар. 3 ай уақытты берілетін. Бұл масла 2.0 деп аталады. Бұл курс өте маған ұнады. Мен жерде белгілеген кезде қандай скул екенін белгілеп кеттім. Андрюшок скул екенін. Бұл реклама емес. Мен просто сіздерге көрсетіп отырмын. 5 ай бойы қайда жоғалғанымды. И жерде менде инстаграмда бүкіл бар. Сондықтан да ары қарай жұмыстармен мен бөлісетін боламын. Жұмыс дегенде осы 4 портрет сызып үйретеді. 4 портретте бір курста 71 почти 80-дей сабақ бар. Сол сабаққа қарап мен салдым отырып. Және почти 3 портрет самостоятельно өзің таңдап саласың. Біріншісі бетке қарау керек, екіншісі келесі жаққа қарау керек, оң жаққа немесе сол жаққа. Үшіншісі черно-белый немесе цветной болу керек. Солай. Мен жерде 2 папка ашып қойдым. Көрсетейін. Біреуі мен салған уроктарым және керек референстармен сол фотошопта істеген нелерім. Осылай көбісін үйретті, мен уже ұмытып қалдым. Бұл басында где-то март кезінде салынған суреттер болатын. В общем, бұл кезде мен енді ғана қалам ұстап үйреніп жатырған кезім. Енді әлі де маған үйрену керек. Бірінші жұмысты мен мысалы көрсетсем, мен қалған жұмыстар сіздер инстаграмнан көрсеңіздер болады. Және мен Дженнидің суретін салғандағы үзіндіні көрсетемін. Качество неге екенін білмеймін, былай көрсетіп тұр. Все, качество. Міне мынандай качествода. Бірінші рет салған сурет, уже паника оған, мен кожасын сызамай тұрып паника болды менде, но ары қарай мен бұл паниканы жеңдім. То есть көз қорқақ қол батыр дегендей
Енді мен YouTube каналды тастамаймын. YouTube каналды әлі де жандандыратын боламын. Себебі мен бір түс көрдім. Где-то 1-2 ай бұрын ба түсіме менің айтады ғой адамның түсіне адам өмірінде көрген адам кіреді деп. Вот мен түсіме кірді Ники. Энхайпенді білесіздер ғой. Мен Rhythm Hive ойнаймын. Rhythm Hive деген ана BTS-тің хайптың ойыны. Ол сол ойында мен Никиді есіме сақтап алыппын. Неге екенін білмеймін. Именно соның карточкасы менің түрінде тұрды да. Энхайпен мен фанат етпеймін. Мен оларды онша дұрыс танымаймын. И поэтому ол менің түсіме кіріп маған бүйтіп айтты. Нуна деп. Твой канал очень классно. Прям контент күшті деп айтты да. Сосын мен қайттан прям ойладым. Может, это какой-то намек. Айтады ғой, бостан босқа сенің түсіңе кірмейді ғой. Чтоб сенің түсіңе сақталу үшін, сол сенің симпатизировать еткен адам кіреді деп. Например, сіздердің түстеріңізге BTS-дің біреу кіруі мүмкін, но это какой-то аян беру үшін, либо сіздердің естеріңізде қалу үшін дейді ғой. Мен де солай ойладым, сосын каналды бостан босқа тастап кеттім деп ойладым да. В общем, қайттан жаңартамын және барлығын көрсетемін деп. Мен уже сертификатымды алдым. Көрсетейін, мен ноутбугым кішкене медленный. Вот. Менің кровь, пот, слезы, мен blood, sweat and tears дейді ғой. В общем, черно-белый жұмыстан маған ұнады. Бұл качествосы деген өте керемет. Вот. Менің мышкам ролигі дұрыс істемейді сондықтан. Вот качество. Маған ең қиын болған мына жерде оң саусақтары. Мына жердегі плюс бутылканы салу қиын болды. Но бірақ әдемі шықты. Цветнойның өзі қалай шықты? Цветная 2. Ернін слишком қызартып жібердім ба деп ойладым да, сосын мен қайттан оның ернін кішкене яркостін төмендеттім. Сөйтіп мына жерге маски қостым. Өйткені маған екінші жұмыста Тэхионның жұмысын көрсеттім ғой бағана. Сол жерде маски жетпейді, типа маслоға ұқсамайды деді. Өйткені мен оқып отқаным ол цифровой живопись масло деп аталады. Қайта бірақ әдемі шықты. Өзім білмей, осындай әдем-әдем нәрселерді істеп сызып үйрендім. Әрине ұзақ уақыт алады. Мен мынау жұмыстарды олардың сабақтарын мен 1 айдай салдым. 1 айдай. 1 ай уақытымды алды, бірақ это того стоит. Өзіңізге вложение жасап, ұнаған нәрсені үйрену, это жақсы. Мен сондай нелерді, школаларды таппай жүргем. Мына жерде атауы бар, мен сізге көрсетейінші. Если что, сатып алып көресіздер. Бұл российский мектеп. Пока мен олардың сайттарын көрсетпеймін, просто интернеттен іздесеңіздер, сөйтіп шығады. Дженнидің видеосын мен сіздерге көрсетемін. Ол жерде мен қалай оның түймелерін сызған. Мен кеше мына жерге копировать етіп қойған едім, ол уже әумен жоқ. Егер де мына жерде қалған болса, мен көрсетемін, қалмаған болса көрсетпеймін. Фотобуктарда мен істеп бастадым. Инстаграмда бүкіл жаңалықтар менде Инстаграмда болады, сондықтан да Инстаграмға подписка жасаңыздар. Ол жерде мен Юнгидің Дечита фотобугын бітірдім. Дечита наконец-то good. Дечитаны тігіп қойдым. Клиттеп қойдым, ашып көрдім, өте әдемі, бәрі өте жақсы жабысқан. Сосын мен 3 фотобук бастадым. Біреуі Winter Beer Тэхиондікі, Jimin'дікі Serendipity и Jungkook'дікі Euphoria. Осылай мен көпісін алдым. Дженнидікін салғанмын. Но что-то... Что это? Анау қазіргі мен түсіріп отқан файлым екен. Вот, копировать етіп қойдым, и мен оны таппай қалдым. Я понятия не имею, куда я его дела. Про курс. Точно. Мен сіздерге процессті көрсетемін дедім ғой.
процесс, Дженнидің суретін салған кездегі процесс өте убого көрінеді, конечно, сіздерге айта алмаймын. Примерно осылай. Бұл жерде мен неге екенін білмеймін. Мына жерде емес, мен басқа портретте мұрны маған қиын болды. Ең қиыны осы мұрын, еще көздері қиын. Мына жерде кошмарно көрінеді, бірақ салып болғаннан кейін, пока бояған кезде сіздер уже тағы оны дұрыстай бересіздер. Мынау Намджанды салған кездегі, мынау жігіттің черно-белыйын салып үйренген кездегі черный немен салып, мынау мен Намджунды салып жатқан кездегі неге екенін білмеймін. Мен мына жер қызылмен салып, анау қарамен салыпты. Қарамен салу керек екен. Мынау уже салып, уже чистовой, маған бәрі чистовой ма, черновой ма нелерін келтіріп жатқан кезде, цветтарын келтіріп жатқан кез бұл. Видеоға түсірмеймін пока мен. Мынау уже тоже какой-то процесс черно-белый сызылған жігіт. Мына жерде черно-белыйдан біз цветнойға аударамыз. Менде Намджунның екі суреті болды. Сол біреуі черно-белый, черно-белыйдан екіншісі цветнойға аудару. И осылай әдемі болып шығады. Нат екендігі міне осы жерде кистіңнің прозрачностьін ұмытып кеткен мен өзгертуді. Из-за этого менде не очень шықты. Мына жерлері ашық андай мен сызған кезде көрінбей тұрды. Кошмарно сызылады, конечно, но боялғаннан кейін это өзінің әдемі түр әлпетіне келеді. Дженнидің видеосына қарасақ. Дженнидің видеосында мен сіздерге бұл жерде не көрсеткім келді. Міне мына жерде мен енді ғана салып, енді ғана не істеп келе жатқанмын. Бұл главный этап. Бұл жерде уже кожаларын мен уже әдемдеп тұрып несе қойыппын, сызып қойыппын, шариктарда сызып жатқан. Ең ауыр жұмыс осы болды маған. Өйткені мен слишком ауыр жұмыс алып қойдым. Детально салатын. Әшекейі бар, нелері бар, анау косичкалар бар. Кішкене маған қиын болды косичкасы, өйткені ең көрінбейтін жерде салу косичка маған уже андай тема болды, андай қиын тема. Өйткені бірінші жұмыста да біз, если инстаграмда көрсеңіздер, менде ең бірінші жұмыс бір қызбен болды. Бері қарап тұрған, ерні тоқтау келген қыз. Шашы тоже косичка. Ну, только салған косичка. Сол маған қиын болды. Мен әр жұмыстың уроктың қарап біткенше, ол менде бір ай уақыт алды. Сол бір айда мен оның бәрін 3 айда істеп бітіретін нәрсені мен уже жүріп алдым ше. Пока мартта мен көзін, мұрнын, ернін салып үйреніп, бір шаштарын салып үйреніп, одан кейін бірінші портретқа өтіп, сөйткенше уже менде май болып кетті. Жоқ, апрель болып кетті. Апрельде бітірдім ғой деймін мен солай әйелдігін бірінші жұмысты. И апрельден кейін майда мен екінші жұмысты бітірдім. Июньда 3-ші, июльда 4-шісін бітірдім. Одан кейін мен июльда отпускқа шықтым да, июльда мен жолға шығып кеттім. В общем, где-то 1-2 апта ма, 3 аптадай жолда болдым. Жолдан келіп, менде курсқа доступ бір апта қалды, 7 күн. Сол 7 күнде мен осы 3 жұмысты сызып бітірім керек болды. 3 жұмысты мен бітіргенше 2 күн қалды. 2 күн қалған кезде мен уже бітірдім. Намджунның суретін жібердім. Сөйтіп соңғы неге анкетаға жауап бердім, отзыв жаздым. Сөйтіп маған соңында ойладым, мен 1 күннен кейін маған сертификат жіберді шығар деп. Сөйтсем олар маған где-то 1-2 сағаттан кейін жіберді. Мен такая, наконец-то деп. Неге білмеймін, мен ана жерге шарик маған ұнамай қалды деп сосын мен оны қайттан өшіп тастадым да, қайттан новыйдан бастап салдым. Уже шарикті салу оңай емес, бірақ мен көп нәрсе үйрендім осы неден. Бұл курс өте маған қызықты болды. Негізі былай қарап отырсақ. Вообще мен неге жоғалып кеткенім осы. Каналды мен рекламировать ететін боламын. Каналда менде көп сол фотошоп жұмыстары болады, қызық емес болса да. Және сол буктардың нелері, фотобуктардың нелері болады, суреттері, анбоксинг сияқты
бірдеңелер болады. Мен сіздерге сол буктарды көрсетемін, қалай істегенімді. И Кансың-юнның анбоксингі. Сіздер әлде менімен бірге боласыздар деген үміттемін. Мен әртүрлі эксперименттер жасаймын деп жазып қойыппын. Блокнотыма жазып қойғанмын не туралы айтатынымды, бірақ что-то ана жерде ештеңе айта алмай тұрмын. Дизайн маған істеу университетте, негізі мен бұрын дизайнер болуды армандайтынмын. Мен ол кезде секретарь болдым, одан кейін университетте мен дизайнер қылып істемекші болды, себебі мен көп нәрсе істей алады деп ойлады. Бірақ олар қателеседі. Мен өйткені олардың жұмыс ондай нәрселерін істей алмаймын. Мен үшін өте ауыр. Өйткені извините меня, шаршатты. Бір должностьта жүріп сен қаншама нәрсені істейсің. Конечно, бізде Қазақстанда это многофункциональность деп аталады. Сен кім болсаң да ананы істеуің керексің, мынауын істеуің керексің, ана басқасын нәрсесін істеуің керексің. И соңғы айлары менде март кезінен менде настоящий трэш басталды. Біздің жұмыс жерде бастығы өзгерді. Содан бастап бүкіл айнала өзгерді. Содан өте қиын болды маған, ауыр болды. Еще курсты мен қосып алып алғам. Кім білген курс? Кім білген солай курсты қосып алып алғаннан кейін менде сондай проблемалар болатын. Еще курстың өзі арзан тұрмайды ол. Мен, конечно, оны кредитқа алдым. Өзім жұмыс істейтін болғандықтан. И солай выживать ету керек болды. Енді ақша жинап алмасам, а так басқа амалым жоқ. Себебі ол өте қиын. И осылай. Ендігі мен каналды тастамауға тырысамын, көп нәрсе загрузить етуге де тырысамын. Сурет салып атсам, мен соны видеоға түсіруге де тырысамын. Просто менде қазір ноутбукта память болмай тұр. Памяттің бәрі фотошоптың видеолары. 900 видео жатыр менде. 900 видеоны мен сіздерге ютубқа салуым керек. Себебі ютубқа салсам мен бүкілі менде тұрады да, мен уже көре аламын да қандай жұмыстарды мен істедім. Мен үшін бұл үлкен воспоминания, мен үшін үлкен жұмыстар бұлар. И жұмыстарының бәрін бір носительға или бір неге салып қою керек. Флешкаға деген сияқты. Осымен мен сіздермен қоштасамын. Сіздерге мен жоғалтып алмайсыздар деген үміттемін. Каналға подписка, лайк күтемін, комментарий күтемін. Және де сіздердің вниманияларыңызды күтемін деймін ба. Енді мен жоғалмауға тырысамын. Сіздермен бірге болған Роза. Или Роуз. Аньян.